Digital Бәйтерек порталында электрондық почта көмегімен авторизациядан өту. Электрондық почта арқылы авторизациядан өту үшін ең алдымен кіру түймесін басу қажет. Әрі қарай электрондық почта терезесінде тіркеу барысында көрсетілген электрондық поштаны теру қажет. Болған соң, бір реттік кодты алыңыз түймесін басу қажет. Электрондық поштаға келген бір реттік кодты 5 минут уақыт ішінде бір реттік код терезесінде теру керек. Ары қарай растаңыз және жалғастырыңыз түймесін басу қажет. Авторизациядан өту сәтті аяқталды. Келесі SMS көмегімен авторизациядан өту. SMS көмегімен авторизациядан өту үшін кіру түймесін басу қажет. Әрі қарай SMS терезесінде тіркеу барысында көрсетілген мобильдік номерді теру қажет. Одан кейін бір реттік кодты алыңыз түймесін басу қажет. Ары қарай мобильдік номерге келген бір реттік кодты SMS терезесінде 5 минут уақыт ішінде теру қажет. Теріп болғаннан соң, растаңыз және жалғастырыңыз түймесін басу қажет. Авторизациядан өту сәтті аяқталды. Келесі электрондық цифрлық қолданба көмегімен авторизациядан өту. Электрондық цифрлық қолданба арқылы авторизациядан өту үшін кіру түймесін басу қажет. Әрі қарай ECQ терезесінде ECQ арқылы жүйеге кіру түймесін басу қажет. Бұл жерде NCLR бағдарламасының қосылып тұрғанын және де ECQ өтеу мерзімінің дұрыстығына мән беру керек. Авторизациядан өту сәтті аяқталды.